Сәлем достар, егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазыла кетіңіздер. Сәлем достар. Бүгінгі сабақтар қызықты болатын шығар, е? Мен де солай ойлаймын. Жақсы өтетініне сенімдімін. Сен сабаққа дайындалдың ба? Сәлем қыздар. Сәлем. Білесіңдер ме, бүгін бізде күшті жаңалық. Біздің сыныпқа Арсен есімді бір ол жаңадан келді. Өзі сондай сұлу. Сіп-сүйкімді, бірақ қайдан келгені белгісіз. Солай ма? Онда жақсы болған екен. Әрине. Жаңадан оқыш келген жақсы ғой. Солай. Жақсы қыздар, онда сабаққа барайық. Кеттік. Қош келдіңдер, балалар. Сәлеметсіз бе, ағай? Балалар, бүгінгі күніміз жақсы өтсін деп тілек білдірем. Сабаққа барлығың бүгін бәрің жиналып қалыпсыңдар, барлығың келіпсіңдер. Бүгін бізде жаңадан Арсен есімді ол бала келіп отыр. Барлығың жақсы дос болып кетеді деп сенем. Төбелеспей, ұрсыспай, тату болыңдар. Бір-біріңді жамандап істемеңдер. Әрине, ағай. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жер шары. Егер барлығың сабаққа дайын болсаңдар, онда сабағымызды бастаймыз. Бәрің дайын болсаңдар, бастайық қане. Жер шары туралы тақырып сендерге ұнайды деген сенімдемін. Қане, кім айтады? Мен қолыма ұстап тұрған зат қалай аталады? Глобус. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Ал сонда глобус дегеніміз не? Кім айтады? Ол енді дөңгелек суреті бар, жердің суреті тұрған, жер суреті тұрған зат қой. Ештеңе етпейді, білмесең ештеңе тұрған жоқ. Қане басқа кім айтады? Кім жауап береді? Айлин, бұл жер шарының кішірейтілген моделі. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Өте жақсы. Жер шарында жан-жануарлар, адамдар, жәндіктер бәрі тіршілік етеді. Жер шары өзен көлдерден, құрлықтардан тұрады. Қане, қайсың маған жауап бересіңдер? Жерде қанша материк, яғни неше құрлық материк бар? 6. Өте жақсы, дұрыс айттың. Жер шарында неше мұхит бар? Мұхит. Арсен? 4 мұхит бар. Дұрыс айтасың, өте жақсы. Енді осы мұхиттардың атауын кім айтып маған береді? Кім айтып береді? Мен айтайыншы, ағай. Атлант мұхит, солтүстік мұзды мұхит, Тынық мұхит, Үнді мұхиты бар. Өте дұрыс, жарайсың, Айлин, керемет, ақылды қыз екенсің. Саған бүгін 5 қоям. Жарайсың. Керемет. Сонымен балалар, жер шарын қорғау біздің борышымыз. Ағай. Жер шарын қорғауымыз керек. Олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дайындалыңдар. Жарайды.
Қазір келе жатырмын. Балалар екен ғой. Сәлем, анашым. Сәлеметсіз бе, тете? Қош келдіңдер, қыздар. Сабақтарың қалай, жақсы болды ма? Иә, өте керемет күн болды. Иә, тете. Қуаныштымын. Қызым, сен шаршаған боларсың, барып демал. Айлин, өтінем, сен бізге кешкі ас әзірлеш. Әрине. Сосын екеуің отырып, сабақтарыңды қарайсыңдар. Мақұл. Жақсы, онда мен екінші этажға көтеріле берейін. Айлин, саған көмегім керек емес пе? Жоқ. Мен барып ас әзірлейін. Иә, қызым, солай істе. Вай. Сумкаларымызды бөлмемізге қоя салайын. Әйтпесе анашым ұрсып жүрер. Ертең басқа киім киіп бармасам мектепке. Бәлкім жуынып аламын. Бетіме маска жасайын. Пижама киіп алайын. Дайын. Ой, қызық. Үстелге отырыңыздар, тамақ әзірлеп болдым. Жарайсың, қызым. Ой, керемет. Мен де келдім. Ас болсын, астан алыңдар. Мен ыдысты жуып болдым. Жақсы, онда біз сабағымызды қарайық. Жарайды, әрине. Ас болсын. Рахмет. Жақсы, анашым, онда біз сабағымызды қарайық. Достар, видеом да соңына таяды. Егер менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып, мені қолдай кетіңіздер.
егер сіздерге Айлинге кім хабарласқанын білу қызықты болса, келесі видеоны міндетті түрде көріңіздер. Келесі видео бұдан да қызықты болады. Келесі кездескенше сау болыңдар. Қайырлы түн.